Сәлем достар! Сіздерде ұйықтап бара жатқанда аяқтарыңыз немесе қолдарыңыз бірден селк етіп, өзіңізді шошытып жіберетін жағдай болған ба? Әдетте бұл сәтте біз өзімізді бір жерден құлап кеткендей сезінеміз, жүрек соғуымыз жиілеп, қайтадан көзімізді ашып аламыз. Кейбіреулер мұны жаман түс деп ойлайды, ал кейбірі дененің қалжырау белгісі дейді. Бірақ шын мәнінде ғылым бұл құбылысты гипникалық селк деп атайды. Бүгін біз осы қызық жағдайдың не екенін, миымыз неге мұндай сигнал беретінін, және ол біздің денсаулығымызға қауіпті ме, жоқ па, бәрін талқылаймыз. Көздеріңіз жұмылып, денеңіз босаңсып бара жатады. Бір сәтте аяқтарыңыз немесе қолдарыңыз күтпеген жерден қозғалып, сізді шошытып жібереді. Бұл қозғалыс кейде аз ғана байқалады, ал кейде соншалық қатты болып, төсектен секіріп кеткендей сезім береді. Және қызығы, бұл сәтте көбіміз бірдей сезімді бастан кешіреміз. Құлау. Яғни сіз түсіңізде немесе ойыңызда кенеттен шұңқырға құлап бара жатқандай боласыз. Медицинада бұл құбылысты гипникалық селк немесе hypnic jerk деп атайды. Бұл ұйқыға кету кезеңінде дененің еріксіз, қысқа және жылдам бұлшықет тартылуы. Ол N-word деп аталатын ұйқының алғашқы жеңіл кезеңінде пайда болады. Яғни сіз әлі толық ұйықтап кетпегенсіз, бірақ ми босаңсып, денеге тыныштал деген белгі беріп жатыр. Ғалымдардың айтуынша, гипникалық селктің екі негізгі себебі бар. Жүйке жүйесінің қайта бапталуы. Ұйықтау кезінде ми электрлік белсенділігін бәсеңдетеді. Бірақ кейбір жүйке талшықтары әлі де белсенді болып, бұлшықеттерге қозғалыс сигналын жібереді. Бұл компьютердің өшпес бұрын соңғы дыбыс шығаруына ұқсайды. Эволюциялық қорғау механизмі. Ежелгі заманда адамдар ағаштарда немесе биікте ұйықтаған болуы мүмкін. Ми аяқ қолдың босап бара жатқанын құлау деп қабылдап, денені ояту үшін сигнал жіберген. Бұл бізге ата-бабамыздан қалған бір қауіпсіздік түймесі. Көп жағдайда гипникалық селк мүлде қауіпті емес және қалыпты құбылыс. Ол шамамен адамдардың 70%-ында жиі немесе анда-санда байқалады. Дегенмен, егер сізде бұл күн сайын болып ұйқыны қатты бұзса, немесе басқа белгілермен бірге болса, мысалы, жүрек қағысының бұзылуы, тыныс алудың тоқтауы, аяқ қолдың ауырсынуы, онда дәрігерге көрінген дұрыс. Гипникалық селктің пайда болуына мына факторлар ықпал етеді. Күшті стресс және мазасыздық, кешке кофеин немесе энергетик ішу, ұйқы режимінің бұзылуы, кешкі уақытта ауыр жаттығу жасау, ұйықтар алдында гаджеттерге ұзақ қарау. Егер сізге бұл жайсыздық тудырса, мына кеңестер көмектеседі. Тұрақты ұйқы режимі. Күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру. Кешкі тыныштандыру, жылы душ, тыныс жаттығулары. Кофеинді шектеу, ұйықтардан 6 сағат бұрын кофе ішпеу. Гаджеттерді ерте сөндіру, ұйықтардан 1 сағат бұрын телефонды қойыңыз. Жеңіл созылу жаттығулары, бұлшықеттерді босаңсыту. Қызықты деректер. Бұл құбылыс тек адамдарда ғана емес, мысықтар мен иттерде де байқалады. Ұйықтар алдында селк ету жиілігі жасы ұлғайған сайын азаяды. Кейбір ғалымдар гипникалық селкті ми мен дененің синхрондау процесі деп атайды. Достар, гипникалық селк біздің ағзамыздың қалыпты және тіпті қызық қорғаныс механизмі. Ол бізді эволюция бойы қауіптен сақтап келген. Келесі жолы ұйықтап бара жатып, аяқ қолыңыз селк етіп қалса, бұл сіздің миыңыздың әлі де сергек екенінің белгісі екенін еске түсіріңіз. Егер бұл видео сізге қызықты болса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Ал комментарийге сізде ұйықтар алдында осындай жағдай жиі бола ма? Жазыңыз, пікірлеріңізді күтемін.